Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар, бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Парис Сен-Жермен тағы да рекордтық трансфер жасамақшы. Андрей Лунин Реал Мадридтан кетемін деп нақты шешім қабылдады. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, лайк басып, арнамызға жазылып, бізді қолдап жүріңіздер. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Бавария клубы өте өзімшіл клубтардың бірі достар. Және де Бавария клубы қорғаныстан бастап бәрін реттегелері келеді. Итоны сатып алды, өздеріңіз білесіздер, қорғаушы. Және де Байердан Джонатан Таны сатып алғысы келеді. Себебі Джонатан Таның арқасында былтыр өткен маусымда Байер клубы Бундеслиганы ұтып алды. Және де осы пранктары, осы приколдар үшін көресінді көрсетеді алдағы маусымда. Сондықтан да Байердан мықты бір ойыншысын алып алғысы келіп отыр. Одан да бөлек жоспарлары бар шығар Бавария клубының. Баварияға Джонатан Таның өзі келгісі келеді екен, және де клуб пен ойыншының арасында келіссөздер жүрген, және де келісімге келген. Одан бөлек Байерда Джонатан Та өзінің қалғысы келмейтінін айтқан. Қандай жағдайда да осы жазғы трансферлік терезеде басқа клубқа ауысқысы келеді, ол басқа клуб осы Бавария. Енді ойыншымен келісімге келді, клубпен келісімге келу өте оңай. Олар келесі маусымда тегін жібермес үшін осы маусымда сататын болады. Кетем деген баланы ұстама дегенді білетін шығар Байер клубы. Сондықтан да ақпараттарға сүйенетін болсақ, қазіргі таңның өзінде 80%-ға сенімді айта берсек болады, Джонатан Та Баварияның ойыншысы атанады деп. Бүгін Евро 2024-тің ойындарын плей-оффтың кезеңдегі керемет ойындар тамашалайтын боламыз. Алғашқы ойын Франция ұлттық құрамасының ойыны. Франция ұлттық құрамасының ойыны көпшіліктің көңілінен шықпай жатқаны белгілі. Ал енді бүгін адуынды Бельгияға қарсы ойнайтын болады. Бельгия қарап қалмайды. Бельгия алдыңғы қарсыластары сияқты емес. Бельгия бүгін Францияны жазалап жіберуі әбден мүмкін. Бельгия ұлттық құрамасы Францияға қандай жағдайда да бір гол салады деген сенімді бізде болжам бар десек болады. Одан кейін түнде Португалия ұлттық құрамасы Словенияға қарсы ойын өткізеді. Словенияда мығым қарсыластардың бірі, бірақ та Португалия соңғы Грузияға өткен ойынында ештеңе керек жоқ болған соң солай ойнады деп сенейік. Соңғы ойыны бірақ та көңілден шықпады Португалияның да. Бұл жақта бірақ не дегенмен де гол көп болады. Португалия Словения ойынының арасында 2,5 голдан көп болады деген бізде болжам бар, ой бар. Егер де өздеріңіздің ойларыңыз, болжамдарыңыз болатын болса, осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы өтетін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар достар. Пайдалану үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Парис Сен-Жермен клубтан Мбаппе кетті деп көңілдері түсіп отырған жоқ, себебі алда көздеген ойыншылары бар. Парис Сен-Жермен әлемдік деңгейдегі топ ойыншыны қатарларына қосатыны белгілі. Ол көздеп отырған Парис Сен-Жерменнің ойыншысы Ламин Ямал. Ламин Ямал қазіргі таңда хит ойыншы деп айтсақ та болады. Қазір Барсаның ойыншысы, осы ойыншыға көзі түсіп отыр екен. Және де Шиферин мырза, FIFA-ның президенті, егер менде клуб болса, ақша болса, ең бірінші алатын ойыншы осы Ламин Ямал болар еді деген екен. Ал Шиферин айтып тұрған клуб Аль-Хилайфида бар, Парис Сен-Жермен, ақша да бар, және де оған ұсыныста бар екен. Қазіргі таңда 250 миллион евро ұсынған Парис Сен-Жермен Ламин Ямал үшін Барселонаға. Бірақ та Барселона нақты ешқандай да келісім бермеген. Барселонада Ямалды өздерінде сақтап қалғысы келеді. Бірақ осынша ақшаға сататын болса, көп көрім қарыздарының бәрінен құтылып қалар еді негізінде Барселона клубы. Бірақ Барса қандай жағдайда да сатқысы келмейді. Бұдан да ақшасын өсіріп, ұсыныс жасауы мүмкін жақын арада Парис Сен-Жермен. Себебі Парис Сен-Жерменнің қалауы тек қана Ламин Ямал деп жатыр. Андрей Лунин Реал Мадридта көрсеткен ойында Евро 2024-те көрсете алмады. Румыниямен өткен ойыннан кейін негізгі орнын беріп қойды. Қателіктер өте көп жіберіп қойды. Бірақ та қақпашының қателесуі ол заңдылық. Қателеспейтін қақпашы жоқ. Бұны Андрей Лунин біледі, өзінің күшін біліп тұр. Және де сондықтан да Реал Мадридта қалғысы келмейді. Реал Мадридта орындықты жылытып отырғысы келмейді. Басқа клубтарға негізгі ойыншы болғысы келеді, негізгі құрамның ойыншысы болғысы келеді. Сондықтан кетем деп шешкен
екен. Андрей Лунин Реал Мадридте қалмаймын деп шешім қабылдапты. Ал енді Парис Сен-Жермен оған қызығушылық танытып жатқан көрінеді. Алғашқы қызығып отырған клуб осы Парис Сен-Жермен. Матвей Сафонов деген жақында ғана бір қақпашыны алған еді. Оның үстіне тағы да Лунинді алып алмақшы ма түсінбедік. Тағы да керек болып жатыр ау деймін. Қақпашылар аз болып жатқан сияқты Парис Сен-Жерменде. Одан бөлек Манчестер Юнайтедте бір көзін салып қойған екен Андрей Лунинға. Одан кейін Баварияда қызығушылық танытып отыр екен. Енді Баварияда қазір Нойер бар. Мамардашвилидің өзін шақырған кезде Мамардашвили айтқан болатын: Нойер Баварияда тұрған кезде мен бармаймын. Егер де маған негізгі құрамнан орын берем деп уәде етпесе, құр отыру үшін бармаймын ол жаққа деп айтқан еді Мамардашвили. Лунин Реалдан кетті, Баварияға барды. Ешқандай да өзгеріс болмайды, сондықтан да Баварияға барып қажеті жоқ тәрізді. Андрей Лунин сіздің ойыңызша қай командаға барғаны дұрыс деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Бүгінге осы 13 сектор арнасына жазылып қоңыраушаны басып жүруді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар.